Сәлем, Үрпек. Қалың қалай? Сен не жасап отырсың? Сәлем, Алан. Мен алма жасадым. Мәссаған, қандай керемет. Бұл алманы өзің жасадың ба, Үрпек? Иә, әрине өзім жасадым. Жарайсың, Үрпек. Айтпақшы, Үрпек, сендердің ауылдарыңда алма ағашы бар еді ғой. Сол күз болғанда көп алма беретін шығар, иә. Иә, бірақ биыл сол алма ағашымыз гүлдемей қалды. Ал біз болсақ, алма жей алмай қалдық. Үрпек, сен білесің бе, алма ағашы гүлдеп, көп алма беру үшін оларға жақсы күтім жасау керек екен. Ой, біздің ағаш биыл не себепті көктемей қалды десем. Ал сен бұл ақпаратты қайдан алдың, Алан? Мен оны соңғы оқыған кітабымнан білдім. Айтпақшы, Үрпек, біз достарымызға кітап таныстыруды ұмытып бара жатырмыз ғой. Сол кітапты таныстырсақ қайтеді? Иә, тезірек таныстырайық, Алан. Қайырлы таң, достарым. Қайырлы таң, балалар. Бүгін біз өздеріңе алма ағашы гүлдегенде атты жаңа кітапты таныстыратын боламыз. Балалар, біздің бүгінгі кейіпкеріміз Ела. Ол өте еңбекқор әрі өте еріншек. Қалай сонда, Алан? Ела өз бақшасындағы ағашты өте қатты жақсы көретін. Себебі ол ағаштың басына шықса, айналадағы ғажайыптардың бәрін тамашалай алатын. Сондықтан да ол өз ағашының күтіміне қатты мән беріп, оны күн сайын суаратын. Мәссаған, бұл деген үлкен еңбек қой. Ал сен оны не себепті еріншек деп атадың, Алан? Оның себебін бұл кітапты оқыған соң білетін боласың, Үрпек. Бүгінгі кішкентай кейіпкеріміздің басынан неше түрлі оқиғалар өтеді. Ол көптеген қиындықтарға да тап болады. Мен бұл кітапты міндетті түрде оқитын боламын. Ол қиындықтардың бәрін жеңе алды ма? Расымен де Ела сондай бұзық бала болған ма? Қалай ойлайсыңдар, достарым? Бұл сұрақтардың жауабын білгілерің келсе, біздің кітапханамыздан алма ағашы гүлдегенде кітабын алып оқуларыңа болады. Иә, достарым, біз сендерді асыға күтетін боламыз. Біздің мекен жайымыз Космическая көшесі 6-2. Сау болыңдар, достарым. Келесі кездескенше, балалар.